құқықтық нормалар жатқызылады. Ерекше бөліміне қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалар жиынтығы. Бұл яғни ауыл шаруашылығы, білім мен ғылым, денсаулық сақтау, өзге де басқарудың нақты салалары жатқызылады. Әкімшілік құқықтық норманың құрылымы 4 бөлімнен тұрады. Олар гипотеза, диспозиция, санкция және ынталандыру. Әрқайсысына қысқаша анықтама бере кетсем, гипотеза бұл міндеттейтін нормалар, мысалы адамның әкімшілік құқық бұзушылық жасауы, соның нәтижесінде жауапкершілікке тартылуы. Диспозиция бұнда субъектілердің құқықтары мен міндеттері көрсетіледі. Санкция өкілеттік беретін нормалар және соңғысы ынталандыру, мадақтау нормалары жатқызылады. Құқық нормасы бұл құқықтық нормаларды қабылдау, бекіту әр уақытта мемлекет тарапынан жүзеге асырылады. Бұған яғни үлгі, ереже, тағысын басқа жатады. Сонымен қатар, әкімшілік құқықтық нормалар реттеу пәніне байланысты екіге бөлінеді: материалды және процессуалды. Материалды не деген сұрақтарға жауап берсе, процессуалдық қалай деген сұрақтарға жауап береді. Сонымен қатар, біз жоғарыда айтып өткендей, заңды құқықтық мазмұнына байланысты міндеттеуші, ұйғарушы, тыйым салушы және өкілеттік беруші. Келесісі. Мына 3 ұяшықта нұсқама, тыйым, ерік беру көрсетілген. Нұсқама бұл міндеттеу ұйғарушы, тыйым салу, заңмен тыйым салынған әрекетті жасауға тыйым салыну және ерік беру, өкілеттік беру. Сонымен қатар, әрекет ету уақыты бойынша мерзімді, мерзімсіз, әрекет ету кеңістігі бойынша жалпы мемлекеттік және жергілікті болып табылады. Ерік білдіру ауызша, жазбаша және конклюдентті түрде жүргізіледі. Сонымен қатар, әкімшілік құқық бұзушылық жеке және заңды тұлғаның заңға қайшы іс-әрекеттері үшін әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы тағайындалған әкімшілік жауапкершіліктер. Әкімшілік жаза түрі: әкімшілік айыппұл төлеу және әкімшілік қамаққа алыну. Әкімшілік құқықтық бұзушылықтың негізгі бірнеше белгілері бар. Ол қоғамдық қауіптілік, яғни қоғамға зиян келтірсе, мысал үшін ұзақлық жасау, мас күйінде көлік айдау, тағы басқа. Келесі құқыққа қайшылық. Бұл құқық нормасын бұзатын құқыққа қайшылық болып жатқызылады. Үшінші, кінәлілік. Егерде құқық бұзған тұлға кінәлі деп табылса, бұл ерікті, саналы іс-әрекет болып көрсетілсе, яғни кінәлілік болып табылады. Төртінші, жазаланушылық, яғни заңмен жауаптылық белгіленген іс-қимылдар және бұл үшін заңнамада жауаптылық қарастырылған. Соңғысы, жаппай өріс алу, массовость. Бұл қандай да бір заңға қайшы іс-әрекеттер таралып, болмаса жаппай өріс алуы, қоғамдық қатынастарға зиян келтіріп, қауіп төндірсе, бұл заң жүзінде жауаптылыққа тартылады. Сонымен қатар, бүгінгі берілген тақырып бойынша бірнеше сұрақтардың жауабын алдық. Мен сіздерге үй тапсырмасы ретінде бақылау сұрақтарын беремін, яғни жауап жазасыздар. Неміс ғалымы Георг Вильгельм Фридрих Гегельдің мемлекеттің бәрі заңға бағыну керек, кім заңға бағынбаса, бәрі соған бағынады дей отырып, бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар.